Сәлем достар. Бүгін біз авокадоның суретін саламыз. Қағаздан сызық сызамыз, екі домалақтар саламыз. Видеоға пауза қойып сала беріңдер. Сәттілік сендердің қолдарынан келеді. Авокадоны көлеңкесімен саламыз.
Қою жасыл түспен авокадоны бояған соң төбеден жарық түседі. Сондықтан астыңғы жағын қара жасылмен бояймыз. Қара жасыл мен жасылдың арасын переход жасаймыз. Ол үшін кисточкамызды таза суға салып, таза кисточкамыз дымқыл болу керек. Саусақтарыңызбен кисточканың басын қыссаңыздар, дымқыл болады, артық суы кетеді. Сол кезде екі линияны үстіге қарай кисточкамен жүргізсеңіз, оны переход болады. Сонда сіздің қою қара түсіңіз бен ақшыл жасыл түсіңіздің арасы бөлек болып қалмайды.